Кішкентай жүректегі үлкен ән. 3 жастағы Айсезім теледидарға аса қызықпайды. Мультфильм болмаса, ойыншықтарына көп назар аудармайды. Бірақ бір әуен басталса болды, бәрі өзгереді. Теледидардан Қазақстан Республикасының әнұраны шырқала бастағанда, Айсезім қолындағы ойыншығында жеп отырған печеньесін ұмытып кетеді. Ешкім оған тұр демейді, ешкім үйретпеген. Ол өз-ақ орнынан тез тұрады, оң қолын жүрек тұсына қойып, тіп-тік тұрады. Сол сәтте Айсезім 3 жастағы бала сияқты емес, елін ойлайтын, салмақты кісі секілді көрінеді. Оның көздерінде мақтаныш пен бір ерекше сенім бар, жүрегі толқып, ерекше әсер алады. Тыңдаңдар дегендей жан-жағына көз тастайды, сосын бар даусымен қосылады. Қазақстаным, алтыным, жасам мен жалым. Әке-шешесі бір-біріне қарап, күлкілерін әрең ұстайды. Өйткені Қазақстан Қазаштан болып кетеді. Р әріпі жолай жоғалады. Л кейде табылмайды. Ек жасам, емін деп барынша тырысады. Сөзін толық білмейді. Білмеген жерін өз ойлап табады. Бірақ тосылып тоқтамайды. Менің ейім күшті дейді салтанатпен. Әнұран біткенше қозғалмайды. Қолы жүрегінде. Айсезім, шаршамадың ба дейді анасы. Жоқ, бұл маңызды ән дейді байсалды түрде. Несімен маңызды? Айсезім ойланып тұрып, бұл біздің үйдің әні дейді. Мен ырыды үйренсем, ән әдемірек болады дейді. Әкесі күліп, үйренесің, өскенде анық айтасың. Айсезім басын изейді. Бірақ қазір де жүрегім дұрыс айтып тұр дейді. Сол сәтте ата-анасы кейде сөзді дұрыс айту маңызды емес, жүректен шыққан сезім бәрін жеткізетінін түсінді. Айсезім әр дыбыспен, әр қимылмен сүйіспеншілігін көрсетіп тұрады. Сол сәтте олар балаларының кішкентай болса да, жүрегі арқылы үлкен сезімді түсінетінін көріп, іштей қуанып мақтанды.